Біз өткен сабағымызда омыртқасы жәндіктердің қан айналым жүйесімен танысқанбыз. Ал қазір біз омыртқалы жануарлардың, оның ішінде балықтың қан айналым жүйесімен танысамыз. Балық омыртқалы жануар. Оның жүрегі негізінен 2 қуысты болады. Ол балықтың құрсағы жағында орналасады. Қан жүрек қарыншасынан желбезектерге қарай шығатын ірі қан тамыры құрсақ қолқасына өтеді. Қарыншада оларда қақпақша болады. Осы қарыншаның қақпақшаласы қанның кері ағуына кедергі болады. Бұл қанды вена қан тамыры деп атайды. Оның себебі бар. Оның себебі онда көмір қышқыл газы көп және түсі қызыл қоңыр болады. Желбезекке келгенде құрсақ қолқасынан оңға және солға қарай қан тамырлары тармақталады. Олар желбезекте ұсақ қылтамырға тармақталып, оттегіне қанығып, артерия қанына айналады. Себебі артерия қанында оттегі көп болады. Ал вена қанында көмір қышқыл газы көп болады. Артерия қан тамыры жинақталып, қорданың астыңғы арқа қолқасына құйылады. Қолқадан дененің барлық мүшелеріне қан қылтамырлар тармақталады. Ол қылтамырлар ондағы ұлпаларға артерия қаны бар оттегін беріп, көмір қышқыл газын сіңіреді. Сөйтіп, вена қан тамырларымен ағып жүректің құлақшасына құйылады. Олар жиырылып қан қарыншаға өтеді. Сөйтіп, балықта қан айналым жүйесі жүзеге асады. Балықтың қан айналым шеңбері біреу. Яғни балық бір шеңбері бар қан айналым жүйесі болады балықта.